Сәлем достар, бүгінгі влог вертикалды форматта шығады. Неге? Себебі қазіргі таңда бейне форматтардың дәл осы түрі хит болып жатыр. Неліктен? Себебі TikTok пен Instagram ТВ-ның арқасында, историяның арқасында дәл осындай вертикалды видеолар көбейіп жатыр. Адамдар бұған бірте-бірте үйреніп те жатыр. Сіздер комментария қалдырып өтіңіздер, влогтар осындай форматта шыққаны дұрыс па, әлде бұрынғыдай горизонтальды видеолармен түсіргенім дұрыс па? Комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар, каналға тіркеліңіздер және де видеоның соңына дейін көріңіздер. Бүгінгі влогта мен сіздерге алдыңғы айтылған университет жайындағы влогты толықтырамын. Алдыңғы влог ол нақты негізгі мәселелерді айтқан болатын. Ал енді бүгін қосымша ақпараттар айта өтейін. Маған егер сұрақтарыңыз болса, онда менің каналымда көрсетілген Instagram және ВКонтактеге жазсаңыздар болады, немесе осы жерге комментарий қалдырсаңыздар болады. Маған Инстаграмнан да ВКонтактеден де көптеген сұрақтар келіп жатыр. Олардың бірінші сұрағы университеттің оқыту жүйесі қандай және оқыту қалай өтеді. Сіздер, ең бірінші айта өтейін, сіздер группамен оқу деген жоқ. Яғни басқа университеттерде немесе колледжде естіп жатасыздар, группаластарым деген сияқты әңгімелер айтылып жатады. Сіздер группаластарым деп нақты айтатын кез ол 3-ші курс. Яғни 3-ші курстан бастап сіздер өзіңіздің нақты сіздің мамандығыңызбен оқитын студенттермен бірге оқисыздар. Оған дейін 2 курс бойы сіздер әртүрлі мамандықтағы студенттермен бірге оқисыздар. Себебі 1-ші және 2-ші курста сіздерге мамандықтан бөлек сабақтар да өтіледі. Мен оны алдыңғы влогта айтқан болатынмын. Математика, физика, химия, философия, экология, тағы да басқа сондай сабақтар өтіледі. Бұл сабақтардың барлық мамандықтарға ортақ болғандықтан сіздер сол мамандықтың студенттермен бірге оқи бересіздер. Және де бұл дұрыс па әлде бұрыс па деген сұраққа келесіздер. Ойланып отқан шығарсыздар. Неліктен ондай? Менің ойымша, менің өзімнің жеке пікірім, бұл дұрыс. Неге? Себебі сіздер басқа да мамандықтың студенттермен жақын араласасыздар, таныстарыңыз да көп болады. Әрі сіздер жатақханада тұратын студент болсаңыз, онда сізге тіптен жақсы, өйткені сіздің группаластарыңыз сол жатақханада тұруы мүмкін, және де сіздің оқитын сабақтарыңыз студенттері сол жатақханада тұратын болса тіптен жақсы. Бірге сабаққа дайындаласыздар, бірге оқисыздар деген сияқты. Және де ол қалай? Оны толық түсіндіре өтейін. Мысалы ретінде бір сабақты алып қарастырайын, математиканы алып қарастырайық. Математикада лекция болады. Лекцияда 100 студент бір аудиторияда отырасыздар. 100 студент ол максимум. Одан да асып кетуі мүмкін, немесе оған жетпеуі де мүмкін. 90-80 студент бірге отырасыздар. Ол жерде әртүрлі мамандықтар болады. Нефтегаз, геология, геодезия, химия, биохимия, ақпараттық жүйелер, тағы да басқа көптеген мамандықтар бірге оқып сабақ оқисыздар. Практика болады. Практиканың ішінде де сіздер өзіңіздің мамандығыңыздағы студенттер немесе басқа мамандықтағы студенттер болуы мүмкін. Лаборатория дәл солай. Ол жерде де басқа мамандықтың студенттермен бірге оқисыздар. Ол бір жағынан қызығырақ, екінші жағынан ерекше. Ондай басқа университетте бар ма жоқ па білмеймін, бірақ Сәтбаев университетін ерекшелеп тұратын осы оқыту жүйесі десем де болады. Сіздер басқа мамандықтың студенттермен оқисыздар. Ол түсінікті. Ал енді екінші сұрақ. Ағылшын тілін, жалпы тілді білу қаншалықты маңызды? Бұл сұрақта жиілі қойылып жатыр маған. Менің ойымша, менің өзім жеке пікірім бойынша, сізге тілді білу нақты маңызды емес. Себебі университет сізге сол ағылшын тілін, орыс тілін үйретеді. Тағы да мынандай сұрақ туы мүмкін сіздерде. Менің деңгейім басқаларға қарағанда төменірек. Мен үлгере алам ба? Басқалар сабақты жақсы оқып жатқан кезде мен мына жақта төмен қалып қоймайын ба деген. Төмен қалмайсыздар. Себебі сіздерді деңгей бойынша бөледі топқа. Яғни төмен деңгей болса, төменнен бастап жоғары қарай көтерілесіздер. Егер сіз өзіңізді сенімсіз сезінсеңіз, онда ең төмен деңгейден бастаған дұрыс. Себебі солай дұрысырақ болады деп ойлаймын, менің ойымша. Қандай деңгейлер болады? Орыс тілінде базовый деңгейден бастайсыздар, ағылшын тілі beginner, яғни бастауыш деңгейден бастайсыздар. Одан кейін жаймен көтеріле бересіздер. Оны қалай бөледі? Сіз университетке документ тапсырған кезде 2 тілден тест тапсырасыздар. Сол компьютерде тапсырасыздар, сол арқылы сіз өзіңіздің деңгейіңізді білесіздер. Қаншалықты сіз білесіз. Оған арнайы дайындалып барудың қажеті жоқ. Олай алдамаңыздар өздеріңізді. Сол жерде қалай бар, солай тапсырыңыздар.
жақсы бала алайыншы деген сияқты оймен дайындалып барып сол тестті тапсырып орта немесе жоғары деңгейді алып шығып ертең сол сабақтан қиналып қалсаңыз өкінесіз. Одан да қалай бар, қандай біліміңіз бар, солай тапсырыңыз. Бастауыш болса бастауыштан бастаңыз. Және де бұл жаңа айтқанымдай дұрыс, себебі жақсы оқитын студент пен сәл төмен оқитын студент екеуі бірге оқуы болмайды. Өйткені жақсы оқитын студент ол алға қарай кетіп қалады да, ал ана студент қалып қояды сол күйі. Ода комплекс пайда болады, мен оқи алмай қалдым, мен үлгере алмай қалдым деген сияқты ой қалыптасады. Сондықтан жақсы оқитындармен бірге кету керек. Жаман оқитын деп айтпаймын, себебі деңгейі төмен деп айтайын. Өйткені мен де өзім деңгейі төменнен бастағам, бастауыштан, яғни бегинер болып, жаймен жоғары көтерілесіздер. Сонымен сабақтың оқытылу жүйесі ағылшын тілі, орыс тілі, тілді білу маңызды ма, соның бәрін түсіндір деп ойлаймын. Басқа мамандықтармен бірге оқитындарыңызды да айта өттім. Енді үшінші сұрақ ол жатақхана жайында. Жатақхана, айтқанымдай, алдыңғы влогта айтқанымдай, 7 жатақхана бар, 6-ы бакалавр үшін, 6-ның біреуі айына 10.000 теңге, қалғандары айына 3.000 теңге, тағы біреуі мен ұмыттым, нақты 3.000 или 4.000, оны ұмытып қалдым. Қайсысына жатқан дұрыс дейсің? Неге айына 10.000 теңге, неге анауысы 3.000 деген сияқты сұрақтар келіп жатыр. Айына 10.000 теңгелік ол жаңадан салынған, іші таза, ішінде комнатасының ішінде жуынатын жері барлығы өзінің ішінде, ал қалған жатақханалар ондай емес. Қалған жатақханаларда үлкен бір коридор жатады ортада, екі жақта комнаталар болады. Екі коридордың екі соңы ол жуынатын жер мен туалет, ол общий, яғни бір жақ жігіттердікі, бір жақ қыздардікі. Бұл басқа жатақханалардікі. Ал жаңағы айтқан айына 10.000 деген ол ұзын коридор жатады. Ол менің жатақхана жайында влогымда көрсетілген. Сол жерден көрсеңіздер болады. Ұзын коридор жатады, оң жақ, сол жақ комнаталар, және әр комнатаның ішінде өзінің жуынатын жері, туалеті барлығы бар. Ас бөлмесіне келетін болсақ, барлық жатақханада асхана бар. Яғни асхана дегенде ол жерде асхана демеймін, ас әзірлеу бөлмесі дейін. Өйткені асханада ол тамақ бермейді ол сіздерге, ол жерде өзіңіз барып тамақ істейсіздер. Яғни қазан алып, ішіне өзіңіз кәдімгідей үйдегідей тамақ пісіресіз. Холодильник бар. 2 холодильник, каждый этажда 2 холодильниктен бар. Мен өзімнің 6-шы жатақхананы айтып жатырмын. Және де көптеген маған Инстаграмға, ВКонтактеге көптеген сұрақтар келіп түсіп жатыр. Оқыту қиын емес па, оқу жүйесі қиын емес па деген сияқты. Жоқ, ешқандай да сіздер дым ойламаңыздар, уайымдамаңыздар. Егер сіз өзіңізге сенімді пысық болсаңыз, пысық дегенім жаңағы шустрый болсаңыз, онда сіз үшін ешқандай қиындық тумайды. Өйткені кез келген жерде өзіңізді алып шығып, өзіңізді дұрыс екенін сендіре білсеңіз, онда барлығы жақсы. Адамдармен жақсы араласыңыз, студенттермен көп араласыңыз. Түрлі бізде ұйымдар бар. Мен сіздерге қызықтырайыншы. Бізде әртүрлі ұйымдар бар. Егер сіздің өнеріңіз бар болып тұрса, мысалға әншілік немесе ақындық, би, мысалға аспаптарда ойнай алатын болсаңыз, ондай қосымша бізде үйірмелер бар. Үйірме демеймін, ұйымдар деп айтайын, ұйымдар бар. Әдебиетке жақын болсаңыз, әдебиет жайында ұйымдар бар. Егер сөзшең, сөзге шебер болсаңыз, ондай да ұйымдар бар. Бізде түрлі ұйымдар бар. Сіздерге соған қатысыңыздар. Сол арқылы сіздер өзіңіздің сөйлеуіңізді де үйретесіздер. Жақсы адамдармен араласуды да үйренесіздер. Ол жерде өзіңізге достар табасыздар. Өнерге барып активны болыңыздар. Және де сабақ жайында бірнеше кеңестерімді айта өтейін. Сабаққа кіре салысымен бірінші күні өзіңіздің қандай екеніңізді барлығына көрсетіңіз. Бірінші сабақ ең маңызды сабақ. Бірінші сабақта сіздер үйреніп алыңыздар. Өйткені сол жерде барлығын айтады. Қалай қояды балды, ұпайды қалай жинайсыздар, аттестация қалай болады, емтихан қандай болады, барлығын мұғаліміңіз айтады. Сондықтан да бірінші сабаққа міндетті түрде зер салып қараңыздар. Маған Инстаграмға, ВКонтактеге немесе осы Ютубқа комментарийға жазсаңыздар болады. Ұялмаңыздар, сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, мен сіздерге міндетті түрде қолым босап жатса мен сіздерге міндетті түрде жауап беремін. Барынша жауап беруге тырысамын. Алдағы уақытта сұрақтарыңыз туатын болса, онда маған жаза берсеңіздер болады. Сабақ жайында проблемалар немесе сабақтан сұрақтар туып жатса да айтып көріңіздер, егер мен білсем жауап беремін. Өйткені бірінші, екінші курста сіздер міндетті түрде ортақ сабақтарды өтесіздер, яғни мамандығымыз әртүрлі болғанмен математика, физика немесе ИКТ, экология сияқты сабақтарды
барлығына ортақ болғандықтан мен білетін шығармын, білетін болсам айтамын. Көмектесуге әрдайым дайынмын. Сондықтан да сұрақтарыңызды қойыңыздар, ұялмаңыздар, қысылмаңыздар, комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар. Достарыңызбен бөлісіңіздер. Егер де сіздің осы Сәтбаевқа түскісі келетін немесе жалпы студент университет таңдай алмай жатқан достарыңыз болса, онда осы видеоны көрсетіңіздер. Барлықтарыңызға сәттілік. Университетке түсіп уже белгілеп қойған студенттер болса құттықтаймын, ал егер де әлі жауабы шықпаған студенттер болса сәттілік тілеймін. Иншалла түсіп кетіңіздер осы университетке. Мен сіздерге тілектеспін әрқашан. Күндеріңіз сәтті өтсін. Жақсы.